Қалың орманда ай сәулесінің астында ғашық жұп сүйісіп тұр. Көлік радиосынан 80-ші жылдардың рок балладасы жайлап ойнап тұр. Олардың жалындаған махаббаты. Кенеттен қыз ләззатпен күрсінген сәтінде түнгі самалға еш қатысы жоқ бір салқындықты сезеді. Біреудің бақылап тұрғаны туралы сезім оның бүкіл денесін билеп алады. Ол көзін ашып, орманның қараңғылығына үңіледі. Бір сәтке ағаштардың арасынан ол бозарған, жалаңаш әйелді көреді. Ол мәрмәр мүсіндей қозғалмайды. Оның терісі елес тәрізді жарықпен жарқырайды. Қыз көзін ашып жұмғанша бейне ғайып болады. Оны бұл жай ғана қиялымның жемісі ме деген ойда қалдырады. Ол жігітін ақырын итеріп, дірілдеген даусымен біреудің бақылап тұрғанын ескертеді. Қызының қорқынышына алаңдаған жігіт оның айтқан бейнесін іздей бастайды. Ол қараңғылықтан шыққан әйелді көргенде, аң-таң болып қатып қалады. Оның сұлулығы табиғаттан тыс, мінсіз әрі мазасыз еді. Ол да түсініксіз бір күшке тартылып, әйелге қарай жүреді. Әйел жақындап, еш сөзсіз жігітті құмарлана сүйе бастайды. Ол қызын мүлдем ұмытып, оған жауап қатады. Лезде және толығымен арбалып қалады. Бұл жағдайдан қорыққан және абдыраған қызы баяу артқа шегініп, көліктің қауіпсіздігіне қарай жылжиды. Оғаш әрі гипнозды көріністі жай ғана бақылап тұрады. Сүйісулер күшейіп, ашқарақ әрі үмітсіз бола түседі. Жігіт барған сайын беріліп, қолымен бозарған әйелді құшақтайды және денесін оған қысады. Оның сұлулығының жай ғана бетперде екенін сезбейді. Баяу оның беті өзгереді, еріндері кейін тартылып, инедей өткір тістерге толы табиғи емес үлкен аузы көрінеді. Содан соң ол аң сияқты оның тамағына жабысып, шабуылдай бастайды. Бұл көріністен қатты қорыққан қыз қашуға тырысады, бірақ көліктің кілтін таба алмайды. Ол шыққанда сол мақұлықтардың көбірегі пайда болып, оны қоршап алады. Ол мақұлықтардың жігітінің сүйектерін сындырған дыбыстарын естіп, орманға қарай қаша жөнеледі. Көрініс оятқыштың шырылдаған даусымен кенеттен үзіледі. Біз қарапайым безендірілген жатын бөлмедеміз. Джад пен Молли төсекте жатыр. Ол оянып, әлі де ұйқылы ояу күңкілдеп жатқан күйеуін оятуға тырысады. Ол сүйіп, ақырын итеру арқылы Эмилио сатып алған фургон мен достарымен Мэри Оук деген жерге баратын сапарларын есіне салады. Достар Эмилионың үйіне жиналып, оның сатып алған ескі хиппи фургоны Лиананы көреді. Бәрі көліктің күйін мазақтайды. Ал Эмилионың әпкесі Салли оны кешірмей, бұл көліктің жүріп тұрған қауіп-қатер екенін айтады. Ал ол болса көлікті сәтсіз оталдыруға тырысады. Молли достарының бірінен картаны сұрайды. Сонда Салли олардың жолды нақты білмейтінін түсініп, одан сайын ашулана бастайды. Ақыры Эмилио көлікті оталдырады. Содан соң достар белгісіздікке қарай сапарын бастайды. Олар кең ормандар арқылы ұзақ жол жүреді. Салли адасып кететіндеріне сенімді болып, үнемі бәріне күңкілдейді. Олар оны достары жоқ деп және осы сапарға өз еркімен емес, амалсыздан барған үшін мазақтайды. Джон одан жігітінің бар жоғын сұрайды. Ал Салли оған қатты қысылып жауап береді. Сонда бәрі күліп жібереді. Содан Джад көліктен күйік иісі шығып жатқанын байқап, олар не болып жатқанын тексеру үшін тоқтауды шешеді. Олар шағын жабық дүкеннен басқа ештеңесі жоқ. Шалғайдағы кішкентай елді мекенге келеді. Джад пен Эмилио көлікті тексере бастайды. Ал Джон Саллидің көңілін табуға тырысуын жалғастырады. Молли із-түссіз жоғалған адам туралы полиция хабарландыруларын байқайды, бірақ достарына көрсетуге тырысқанда, оны таз қарт адам қолынан ұстап алып, аспаннан құлаған періштелер туралы аңыздарды айта бастайды. Олар өздерінің әдемі денелерімен құрбандарын арбап, содан соң өлтіріп, аймақта көптеген адамның жоғалуына себеп болады дейді. Джад пен Эмилио шалды Моллиден аулақтатады. Ал ол болса бұл жерден қашып, ешбір жағдайда мақұлықтардың көзіне тіке қарамауды ескертіп айғайлайды. Достар тез арада көлікке отырып, жолға шығады. Ал қарт болса жастарды қарғап, бәрің өлесіңдер деп айтып қалады. Сапар барысында Салли әлгі адам туралы түрлі кемсітушілік сөздер айтып, көліктегілердің бәрінің мазасын алады. Бұл оның неге досы жоқ екенін түсіндіреді. Келесі көрініс басында көрген әйелді көрсетеді. Ол орманнан шыққан дыбыстардан қатты қорыққан, көздері бұлдырап, сақтықпен әлі де жігітін өлтірген мақұлықтардан қашып жүр. Таң атады, әйел әлі де қорқынышпен қашып жүр. Содан соң біз Эмилионың фургонына ораламыз, онда одан басқасының бәрі тыныш ұйықтап жатыр. Эмилионың ұйқысы келіп, көзі ілініп, басы бір жағына қисая бастайды. Ол ұйықтап кете жаздағанда, ормандағы бір нәрсе оның назарын аударады. Содан соң қызыл киімді әйел пайда болып, жолды сүріне басып кесіп өтпек болғанда, Эмилионың фургоны оны қағып кетеді. Бәрі шошып оянып, не болғанын тексеруге шығады.
Олар жерде жатқан әйелді көріп, сене алмай, оған көмектесуге жүгіреді. Қыз әлі тірі, бірақ жастардың шақырғанына жауап бере алмайды. Эмилио болған жағдайдан есеңгіреп қалған. Джад көлікті оталдыруға тырысады, бірақ соқтығысу салдарынан май ағып кеткендіктен сәтсіз болады. Олар сол жерде ұялы байланыс жоқ екенін де байқайды. Олар Эмилионы рөлде ұйықтап қалғаны үшін сөгеді, бірақ ол әлі есеңгіреп, жауап бере алмайды. Молли алда тұрған пошта жәшігін көріп, біреу көмектесер деген үміт пайда болады. Молли, Джад және Джон сол жерді тексеруге кетеді, ал ағайынды Эмилио мен Салли қыздың жанында қалады. Молли біреудің бақылап тұрғанын сезінетінін айтады, бірақ Джад оған аса мән бермейді. Эмилио апатқа өкініп құлаған әйелден кешірім сұрайды және орманда табиғаттан тыс бір нәрсе жасырынып жүргенін айтады, ал Салли өзінің ашы және қатыгез мінезімен ол сенің кесіріңнен өледі және ағасы түрмеге түсіру керек дейді. Кенеттен әйел оянып, оларға мақұлықтардың көзіне қарамаңдар деп айтады да қайтадан есінен танады. Ағайындылар әйелдің не айтқысы келгенін түсінбей, қатты қорқады. Джон, Джад және Молли ұзақ уақыт бойы соқпақпен жүріп, аймақта ешқандай тұрғын үй белгісін таппайды. Содан Молли бөлінуді ұсынады, Джонды бір соқпақпен жалғыз жіберіп, өзі жігіті Джадпен басқа соқпақпен кетеді. Джон жалғыз қалу идеясына қатты ренжісе де, жолға шығады. Соқпақпен ұзақ жүргеннен кейін Джон сарқырамаға жетеді, көлде жалаңаш шомылып жатқан бір топ сұлу әйелді көреді және шешінбей-ақ суға кіріп, оларға қосылады. Олар үнсіз оған қуанғандай болып, жақындап, Джонмен сипасып, оны әдемі әйелдермен үмітсіз байланыстырады. Соқпақтың екінші жағында Джад пен Молли ақыры ұзақ уақыт бойы тастанды болып көрінетін үлкен үйді табады. Олар есікті қағады, бірақ ол бос сияқты, есіктің ашық екенін байқап, ішке біреу бар жоғын көру үшін кіруді шешеді. Олар көмекке шақыру үшін телефон іздеп, жерді тексереді. Жұп жалаңаш әйелдердің түрлі суреттерімен толтырылған бөлмелердің біріне келеді. Олар телефон табады, бірақ ол толығымен сынған және жұмыс істемейді. Джад жоғарғы қабаттан басқа телефон іздеуді шешіп, қызын төменгі қабатта қалдырады да, біреу пайда болса қашып кетуін айтады. Молли ас үйге барады, онда құрттар мен жәндіктерге толы көптеген бұзылған тамақты табады. Кенеттен есіктің тарс етіп жабылғанын естиді де, бұл үй иесі деп ойлап, тек көмек іздеп жүргендерін түсіндіруге тырысады. Бірақ ол жерде ешкімді таппайды. Джад жоғарғы қабатты іздеуді жалғастырады. Сол кезде қызының айқайын естіп, не болғанын тексеруге дереу жүгіреді. Ол Моллидің қорқынышты жүзін көріп, оған жақындайды, бірақ ас үйде мылтықпен жасырынып тұрған адамды байқамайды. Ол адамның бар екенін байқағанда тым кеш болады және бетіне мылтықтың дүммен соққы алып, есінен танады. Молли жігітіне жақындайды да, оған да соққы тиеді. Жолда Эмилио болған апатқа өкініп, жылауын жалғастырады. Кенеттен ағайындылар орманнан шыққан айқайды естіп, сақтана қалады. Түн тез батады, ағайынды Салли мен Эмилио басқаларын күтіп отырып, алау жағады. Олар қайтадан айқай естиді. Эмилио келгеннен бері біреудің бақылап тұрғанын сезетінін айтып, кенеттен орманға бет алады. Салли Эмилионың кетіп қалғанына үрейленіп, оның атын бірнеше рет шақырады. Кенеттен ол қайта пайда болып, алауды жағып бітіруге көмектесуін сұрайды. Үйде Молли мен Джад қолдарымен орындыққа байланған. Молли оянып, жағдайды түсінеді. Ол ес-түссіз жатқан Джадты шақыруға тырысады. Содан соң арқаннан босануға тырысады, бірақ сәтсіз болады. Сосын жақын жердегі өткір шыны сынығын байқап, оған жету үшін орындығымен құлайды. Ол шыны сынығын ұстап алып, қолындағы арқанды кесуге тырыса бастайды. Ол үйдегі адамның аяқ дыбысының жақындап келе жатқанын естіп, барған сайын үрейленеді, бірақ арқанды кесіп үлгереді. Ол жұпты қамап қойған жертөлеге кіргенде, бәрі қалыпты сияқты көрінеді, себебі Молли бастапқы қалпына оралып, әлі де ес-түссіз жатқандай кейіп танытады. Ол оған жақындап, азғындықпен оның өте әдемі екенін айтып, жараларын жалай бастайды. Бейтаныс адам сол жерден кетіп қалады, ал Молли жігіті Джадты оятуға тырысады, бірақ сәтсіз болады. Содан соң ол есікті ашуға тырысады, бірақ адамның оны сыртынан құлыптап қойғанын түсінеді. Ол есікті ашуға көмектесетін бірдеңе іздеп, сол жерде тапқан құралдар жәшігін қарайды. Сол кезде оянған Джад оны таңғалдырып, не болып жатқанын сұрайды. Ол олардың қамауда екенін және құлыпталған есікті ашу үшін бірдеңе іздеп жатқанын түсіндіреді.
Джад балта тауып, оны сындырғанша есікке ұрады. Бұл олардың өтуіне мүмкіндік береді. Олар жертөледен өте сақтықпен шығып, баспалдақпен баяу көтеріледі. Олар адамның ешқандай белгісін естімейді, сондықтан қашуға дайындалады. Бірақ есікке жақындағанда адам пайда болады. Олар бұрышқа тығылып, содан соң адамның ішке сүйреп әкеле жатқанын көреді. Бұл Джон екен. Ол қысқа сәтте есін жиып көзін ашып, қанаған аузымен көмек сұрайды. Джордан мен Молли үнсіз тығылып қалады. Ал адам қайтып келіп, Джонның әлі тірі екенін түсінеді. Ол оны бұлай қалдыра алмайтынын айтып, әдемі мақұлықтардың қолы тигенде қандай сезімде болғанын сұрайды. Содан соң кенеттен адам Джонның басына тағы бірнеше соққы беріп, оны бірден өлтіреді. Адам бөлмеден шығып кеткен соң, Джад пен Молли бұрын көрген көріністен әлі де қорқып, өте сақтықпен қашу әрекетін жалғастырады. Олар ауылшаруашылық техникасы бар үлкен сарайға жетеді. Сонда Джад қашып кетуге тырысу үшін тракторлардың бірін алу идеясына келеді. Олар тракторға жақындайды, бірақ ол машинада тұтандыру кілті жоқ екенін байқайды. Джад оны іске қосу үшін тікелей қосуға тырысады, бірақ бірнеше сәтсіз әрекеттен кейін мылтығын оларға бағыттаған бейтаныс адам пайда болады. Ол оларға дереу көліктен шығуды бұйырады. Молли жігітіне жақындап, қашу әрекеті ретінде оған балтаны білдірмей береді. Джад адамды балтамен ұруға тырысады, бірақ тигізе алмайды. Содан соң сәтсіз аяқталып, қайтадан мылтықтың көздеуінде қалады. Содан соң ол жұпқа өздерін темір арқалыққа кісендеуді сұрап, ата-анасының жылдар бұрын мақұлықтардың қолынан қаза тапқанын, және енді олардың да сол тағдырды бастан кешетінін түсіндіре бастайды. Алау жанында Салли оянып, бірдеңенің жасырынып тұрғанын түсінеді. Содан соң ол арбаушы түрде жақындап келе жатқан әдемі, сары шашты, жалаңаш әйелді көреді. Ол оны сүйіп, сипай бастайды. Кенеттен ол оттың жанында ұйықтап жатқан ағасының қасына жерге лақтырылады да, көмекке шақырып айқайлайды. Бірақ мақұлық оны сүйреп әкетеді. Ол шошып оянып, әпкесін іздейді. Ол алдымен ештеңе көрмейді де, назарын аударған айқайларды ести бастайды. Кенеттен Салли қанға боялған, бірақ әлсіз күйде пайда болып, ештеңе айтпастан есінен танатын сияқты болады. Көріністен аң-таң болған Эмилия артынан жақындап келе жатқан мақұлықтардың бірін байқамай қалады да, әйелдің арбауына түсіп, ол оны құмарлана сүйеді. Салли соңғы күшімен қашуға тырысады, бірақ оны мақұлықтардың тағы бірі тауып алады. Эмилио мақұлықтың арбауына толық түсіп, ол инедей тістерімен оның еріндерін жей бастағанда ештеңе сезбейтіндей. Басып кеткен кедей қыз толығымен қорғансыз күйде, оны жей бастаған тағы 3 мақұлықтың қоршауында қалады. Сарайға оралсақ, жұп қамауда қалып, қашудың жолын сәтсіз іздеп жатыр. Кенеттен 3 мақұлық пайда болып, жақындап, Джадты арбап, сүйе бастайды. Қашуға тырысудың шарасы ретінде, Молли тікенді сымның кішкентай бөлігіне жетіп, білегіне көлденең кесік жасайды. Бұл қанның кісенге ағуына себеп болып, оны шешіп алуға мүмкіндік береді. Ол өзін кісеннен босатып, балтаның көмегімен Джадтың кісендерін сындырып, оны мақұлықтардан тартып алады. Үлкен күш-жігермен ол жігітін мақұлықтардың трансынан шығарып, екеуі дереу қаша жөнеледі. Олар сарайдың қараңғы бұрышынан өтіп бара жатқанда, Джадқа қаруын бағыттаған бейтаныс адамға бетпе-бет келеді. Ол адамға тіке қарап, жылдам қимылмен мылтықтың ұшын адамға қарай бұрып, шүріппені басады. Бұл мылтықтың оның ішіне атылуына себеп болып, оны жерге құлатады. Молли мылтықты алуға тырысады, бірақ адам оянып, оның қолынан ұстайды. Ол жастардың мақұлықтардан қашып құтыла алмайтынын айтып, ақыры өледі. Содан соң жұп орманға қашып үлгереді. Онда Джад Моллидің қолының қанап жатқанын байқап, қанды тоқтату үшін уақытша таңғыш жасайды. Джад Эмилио мен Саллиді іздеу керектігін және қашып құтылу мүмкіндігін арттыру үшін таң атқанша сол жерде күту керектігін айтады. Джад қызын мақтап екеуі сүйісе бастайды, бірақ сол кезде оның Молли емес, қараңғыдағы қарбалас кезінде Моллидің орнын басып, оны арбаған мақұлықтардың бірі екенін көреміз. Джад уақытында түсініп, қараңғылыққа қашып, нағыз қызымен қайта қосылады. Алайда, қарбалас кезінде ол мақұлықтардың бір түрі ұясына құлап, оны біртіндеп жеп қойған көптеген мақұлықтардың қоршауында қалады, ал Молли тек жігітінің қайғылы тағдырын бақылай алады. Ол қараңғылыққа қашып, ақыры көлікке жетеді. Ол достарын шақырып айқайлай бастайды, бірақ жауап алмайды. Содан соң оны мақұлықтардың бірі қоршап, арбап, сүйе бастайды. Бірақ ғажайып түрде Моллиді ол тағып жүрген кресті бар күміс алқасы құтқарады. Ол мақұлықтарға әсер ететін сияқты. Бір жыл өтеді. Біз Моллидің қараңғыда орман жолында тұрғанын көреміз. Сол кезде бір көлік жақындайды.
Ол оны тоқтатып, жүргізуші оны жеткізіп салуды ұсынады. Ол өзін қорқынышты кітаптардың авторы ретінде таныстырып, сол орман туралы оқиға жазуға тырысып жатқанын айтады, себебі онда көптеген адам жоғалып кеткен. Кенеттен көлік тоқтап, ол дөңгелегінің жарылғанын көреді. Қосалқы дөңгелекті алып жатқанда, ол көлігінде қалдырған іздеудегі адамдар туралы хабарландыруларды тауып, өзі мінгізген қыздың суреттегі адам екенін көреді. Қыздан сұрақ сұрауға тырысқанда Молли оны фонармен ұрып, адамды есінен тандырады. Оянғанда, жазушы Моллидің оны жаңартылған сияқты көрінетін ескі сарайдың алдындағы қазыққа кісендеп жатқанын түсінеді. Ол Моллиден не істеп жатқанын сұрайды, ал ол жай ғана көп ұзамай бәрін білетінін айтады. Содан соң ол сарайға кіріп, алыстан оны жей бастаған мақұлықтардың келуін бақылайды. Олар оның басын жұлып алып, олжа ретінде жоғары көтереді.